Съемка идет. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот письмо. Что это? Это же. Вот туда надо идти. Не, давайте Туалет. так. Я вам сейчас объясню. Печать где? Возле фильмный план, видите? Это не касается. Вот Нет, я давайте я вам мог. объясню. Можно объяснить? Все равно же мы к этому придем. Объяснить можно вам? Ага. Хорошо. До этого мы, когда с вами дней 20, там уже время много прошло, мы встретились, я всем своим руководителям, они дальше всем сказали, что вот так и так. Туда встанем. Пойдемте, пожалуйста. Сходимся. Пожалуйста. Вот туда. Да, да. Сюда. Где удобно. Ну, Всем сказал, что вот так и так, что вопрос от жителей стал о том, что деревья, чтобы не трогали. Дайте нам официально, встретитесь. Я говорю, у меня вот телефон жителей. Встретитесь, переговорите, узнайте мнение жителей и решайте этот вопрос. Или куда нам девать эту трассу. Вот это они сюда приходили несколько раз, фотографировали все вот эти, где разбивку мы делали, деревья фотографировали, все. В конце концов вот выдали вот такое письмо нам. О том, что разрешается в связи с тем, что это для города типа трассы, все прочее, прочее. Вот здесь письмо есть. Я копию специально принес вам посмотреть, если возьмете. Что разрешается. Но перед тем, как это делать, я поэтому сами встретил. Если я могу, единственное, что я могу, на завтра, если хотите, в 9 часов приглашу главного инженера и замдиректора нашего предприятия. Не их. Они этих приглашали, они приходили, мы говорим, они говорят, мы сначала вынесем решение, потом будем встречаться. А потом говорят, вот вам письмо делайте. нет, я согласен, не дам. Нет, я понимаю вас, но я просто по-человечески, поэтому я к вам пришел. Я Вас выше не виноват. да, я выше себя не прыгну. Қызылорда қаласының әкімдік қала тұрғыны үй коммуналдық шаруашылық көлігі және автомобиль жолы бөлімі коммуналдық мемлекет мекемесі сіздің 25 жылы 29 мамыр 31 жаңғырту жобасына байланысты жасыл екпелері қатысты мәселе қаралды. Аталған участке орындарына ағаштар мен бұталар жылу құбырларының бөлшекті және монтаждау жұмыстары кедергі келтіретінін ескеріп, Қызылорда қаласының абаттандыру қағидаларына және Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасымен сәйкес төмендегі хабарлаймын көрсетілген жасыл екпелерді ағаштарды бұталарды кесуге рұқсат берілді. Бірақ бұл жұмыс келесі талаптарға сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Кесілген жасыл екпелердің саны мен түрін сәйкес өтемақы ретінде белгіленген көлемде ағаш көшеттері отырғызылуы тиіс. Жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік және санитарлық талаптарына қатаң сақталуы қажет. Жасыл желектерді кесу жұмыстары тиісті органдармен келісілген мерзімі жүзеге асырылуы тиіс. Осы талапқа сәйкес құрылыс монтаж жұмыстары кедергі келтіретін жасыл екпелерді алып тастауға болады. Жасыл екпені қорғау әрі азаматтық міндет, сондықтан кесу жұмыстары арнайы талаптар мен қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, барлық жұмыс санитарлық және техникалық қауіпсіздік нормаларына сай жүргізілуі тиіс. Басшы Файзуллаев. Да, все. Файзуллаев. Так, Файзуллаев жолдас. Ауызбен айтуға оңай. Ал қолмен істеуге қиын. Көрдің бе, мен мына немерелеріме арнап осы екпе ағаштарын еккен тұғымын. Мен бұған қолмен шелекпен қасып құйдым. Мінекей, бәрін. Менің немерелерім осы көршілердің балдары мінекей ойнасын деп. Сіз келесіз бұтайым дейсің. Жоқ, бұталынбайды бұл. Мен әрқашан бұтатпаймын да. Или сендер маған балдар ойнайтын алаң істеп бересіңдер, или осы бойынша екпе тұрады. Если өзің келіп сөйлес менімен. Сен халықпен сөйлеспейтін кімсің сен? Файзуллаев, кімсің сен? Адамсың ба? Адам болсаң кел. Адам болмасаң жүре бер. Сен адамды халықты басына мінулеріңді қойыңдар. Халықтың да намысы бар. Халықтың да ары бар.
Мінекей мына балдар ойнайтын жері жоқ. Балдар ойнау керек мына жерге. Мен көлеңкелерді. Ал сендер кесіп тастадыңдар. Сонда ол қаяққа ойнайды балдар? Сенің үйіңе бар ойнай ма? Жоқ, сенің есің алдына бар ойнай ма? Файзулла жолдаш, келіңіз. Сөйлесеміз. Мына жерге балдар ойнайтын алаң, площадка істеп бересіз. Сол кезде мен ұлықсат берем. Онан әрі ұлықсат жоқ. Кіміңді жібер, басқаңды жібер, бәрі. Ұлықсат жоқ. Мінекей. Я не разрешаю. Я понял, о чем вы говорите. И Вот так, Файзулла жолдас болмайды. Сырттан тон пішкенің кереуі жоқ. Кел көзбе көз. Еркексің ба? Еркек болсаң кел, сөйлес. Обещать ет мына балдарға. Жасап беретін мына ойнайтын жерді. Міне, мен осыларда еккемін. Мына жерде де дәу ағаштың түбі көрініп тұр ана. Оны тамлау. Високовольтный бізге мешать етті, кесіп кетті. Хорошо, үндеген жоқым. Онан кейін қайтадан майда екпе, міне тал ектім. Міне, арықпен келетін су жоқ. Мен мынаны шлангымен, өзімнің счетчигіммен төлеп отырмын. Ақша төлеп, осыған құйып отырмын. Ақшамен. А сендер келесінде дайын аса тық қасық дегендей, сендер келіп нетесіңдер. Болмайды ол. Міне көрдің бе? Егіп сол балдарым отырсын деп нетіп отырмын. А сен келесің деге. Мінекей, шөлдеп тұр. Мен қимасам, ішің қиылмайды. Сол себептен әуре болма. Или қазір участковый шақырам. Сосын Нәлібаевқа барамыз. Нәлібаев ұлықсат етсе, көреміз. Сен қалтаңнан алып, мына жерге площадка салмайсың сен. Өз қалтаңнан алып салмайсың. Халықтың ақшасы жиналған, қорға жиналған, әркімнің көз жасы. Біреу штрафтан, біреу неден, басқа әртүрлі заттан, көз жасынан келген затты сен қалтаңа тығып қойма. Осы уақытқа шейін ұрлағандарың жетеді. Сол ақшадан беріңіз, мына жерге площадка салынады. Сосын барлық мына начальник участкіге ұлықсат беремін.